Сәлеметсіздер ме менің алтындарым. Бүгін сіздерге керемет салатты үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Ең алдымен жұмыртқаны жарып, кішкене тұз салып, жақсылап араластырып, қызып тұрған табада блинчик сияқты пісіріп аламыз. Екінші бетіне аударамыз. Екінші жұмыртқамызды жарып, тұз салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Екіншісінде тура солай пісіріп аламыз. Міне пісіріп алдық. Кішкене салқындатып, осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Содан соң пекинский капустамызды осылай 4 бөліктерге бөліп, жақсылап турап аламыз. Содан соң колбасамызды осылай бөліктерге бөліп, 3 етіп турап аламыз. Сырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп, 3 етіп турап аламыз. Мінекей бәрін жақсылап турап алдық. Жүгерімізді саламыз, майонезімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай салатымыз дайын. Бәрінің көңілінен шығатыны бұл анық. Астарыңыз дәмді болсын.